Ал достар, бүгін сіздерге обзор жасайтын осындай тамаша белоснежный үй Ақжайық мөлтек-ауданында орналасқан. Бұл үйдің бір ерекшелігі стены в 2 кирпича, значит, өздеріне арнап салынған өте жоғарғы сападағы кірпіштен салынған үй. Кірген кезде осындай тамаша төбе биіктіктері 3,5-ды құрайтын ас бөлмесі, үй жап-жаңа, біраз жұмыстары бар, но перспективасы өте мықты. Локациясы да өте тамаша, сол себепті бұл үйдің өте плюстары көп. Сол жағымызда осындай өте үлкен жуынатын бөлмесі. Әр бөлмесі осындай кең, жап-жарық, жып-жылы, өте уютный үйдің шын обзор жасаудамыз. Сразу сол жақ беткейінде бірінші жатын бөлмесі, кондиционер орнатылған, мінекей дайын, терезелерінің бәрі пластик, өте қымбат пластиктен тұрғызылған, жасалынған. Мынау өте кең, ені өте үлкен, 3 терезеден тұратын бұл зал бөлмесі қонақ күтетін. Неке өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, жап-жаңа белоснежный үй деп және де қайталаймын. Мынау холл бөлмесі, бұл жерде де өте уютный, отбасылық отыратын холл бөлмесі. Ал мынау төрде 2 детская комната. Мынау бірінші бөлмесі, қазір екіншісін көрсететін боламыз. Осындай тамаша үйді асықпай обзор жасайық. Есігінің алдында және де бұның жилая времянкасы бар. Баударағы да дайын, 8 соттық жер телімі, 80-ші мектеп, балабақша және Төлеметоваға өте жақын жерде орналасқан. Кеттік детскийді көрейік. Ал үшінші детскийне келетін болсақ, мінекей осындай шағын ғана уютный үшінші жатын бөлмесі. Ақжайық мөлтек-ауданындағы 280 шаршы метрді құрайтын үйді толық обзор жасап біттік. Сіз болып, біз болып, ұнап жатқан жағдайда астындағы номерлерге хабарласып, толық мәлімет ала аласыздар. Бағасы қолжетімді, келісімді, тұрған жері өте тамаша, сапасы да мықты.